Атырау перзенті жобасы Астанада түсірілім тобы бұл жолы мұнайлы мекеннің бүгінде халыққа қадірлі тағы бір тұлғасын бағдарламаның кейіпкері етті. Ол Атырау облысы Құрманғазы ауданында дүниеге келіп 6 алашқа танылған ардақты азамат. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген заңгері, қоғам қайраткері Ирак Елекеев. Бір іс бойынша адвокат ақша келіп Ана валеткін ашты, ол кезде валеткін ашты, толған ақша. Алғым келіп отыр өзім. Бірақ бірден еш келмейді. Сол бір кезде бір милиция кіріп кетті. Зәрем шығып кетті. Аға сізге не болды деп маған сұрақ қойды. Жоқ, тыңдамайсың. Сен не себеппен келдің дедім. Мен анау сіздің қарап жатқан ісіңіз бойынша сотталушыға әке-шешесі келіп бір тамақ бергісі келеді, соған ұқсас сұрауға келді. Сол кезде бүкіл теракт болды. Сонда ой келді, мен не істеп отырмын? Ол бұлтарыспен қалтарысы көп соқпақты тар жолда тек шындықтың туын тік ұстаған заңгер. Бүгінде оның сот және әділет саласында атқарған көптеген игі істері, өнегелі қызмет баспалдақтары кейінгі буынға үлгі. Менің осы арманым құрылысшыларға арналған бір үлкен, бір зәулім, бір үлкен мүсін қойылса, бір үлкен менің болды. Себебі бұның осын жасаған талай азаматтан өмірі кетті. Қиындығын көрді. Бірақ міне осындай қала, арман қала. Шында да біз ауылда өстік, өндік, білім алдық. Міне енді келіп Атырауда жұмыс істеп жатырмыз. Менің ықыласым, жүрегім ауылда. Атыраудың болашағы әлі алда. Мен айтайын, баяғы кезде Атырау ең алты әлеумет жағынан артта қалған ел еді. Бүгінде Атырау қандай? Осының барлығы халықтың еңбегі. Қымбатты көрермендер, бағдарламаның толық нұсқасы бүгін сағат 21:20-да Атырау телеарнасында көрсетіледі. Өткізіп алмаңыздар.